Баршаңызға сәлем, арнамды көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен өте дәмді, тойымды бір жасағаннан шығатын осындай керемет кешкі ас түрінің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды міндетті түрде соңына дейін қарап, қазақша контентті қолдап, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыз, ол мен үшін өте маңызды. Ендеше осындай кереметтей дәмді кешкі тағамымызды бірге әзірлеуді бастайық. Арнамнан алыстамай менімен бірге видеоның соңына дейін болуыңызды сұраймын. Ең алдымен жуып тазартып алған тауық аяқтарын маринадтайтын боламыз. Ол үшін маған паприка, зира, для шашлыка приправасы және де дәміне қарай аздап тұз және 3 ас қасық майонез қажет болады. Осылай барлығын жақсылап араластырып, кемі жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Мен маринадты үнемі осы әдіспен әзірлеймін. Сіздер өздеріңізге ыңғайлы кез келген маринад түрімен әзірлей берсеңіздер болады. Енді гарнирге мен пюре жасайтын боламын. Пюремізге картоплымызды тез пісу үшін осылай майда етіп турап алатын боламыз. Дәміне қарай аздап тұз салып, және де суымызды құйып, орташа отта картоптарымыз піскенше қайнататын боламыз. Неге арада жарты сағатымыз өтті. Енді тауық аяқтарын қаз-қатар тізіп, қызып тұрған пешімізге пісіруге жіберетін боламыз. Әркімнің пеші әрқалай пісіреді. Мен 210 градуста 45 минутта пісіріп алатын боламын. Неге картоплымызда пісіп қалды. Енді пюремізді езетін боламыз. Осылай сары майымызды салып, және де аздап сүтімізді құйып, жақсылап пюремізді езіп алатын боламыз. Гарнирін сіздер өз қалауларыңызша өзгерте берсеңіздер болады. Және де дәміне қарай аздап тұзымызды салып, жақсылап тағы да бір қайтара езіп қоямыз. Мінекей осымен біздің пюреміз дайын. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Міндетті түрде осы тағамды жасап отбасыңызды қуантсаңыз болады. Мінекей арада 45 минутымыз өтті. Біздің көріп тұрғандарыңыздай тауық аяқтарымыз золотисты болып пісіп шықты. Енді дастарханға ұсынуға тарелкемізге салып дайындайтын боламыз. Осылай пюремізді салып, және де тауық аяқтарын салып, өз қалауыңызша безендіріп, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Ас болсын. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңыраушаның белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.